Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы деген данышпан Абайдың сөзін өзімізше түрлендірер болсақ, болашақпен оқып жүр талай қазақ баласы. Кезінде әптиектен әліпби жаттап, жәдитше хаттанып сауат ашқанның өзін жетістік көрген ұлтымыздың бүгінгі ұл қызы жеті жұрттың тілін біледі. Атақ пен даңқтың төресі Нобель сыйлығын еленген данышпандар шыққан университеттерде білім алады. Дәл қазір болашақ бағдарламасы бойынша әлемнің 26 елінде 2759 студент оқып жатыр. Бас демеуші мемлекет бар шығын бюджеттің мойнында. Бағдарлама қабылданған 93 жылдан бері 8 мыңнан аса қазақ баласы шетелде білім алыпты. Әрине кейбірі жат жұртқа бауыр басып, сонда қалып қойды. Үмітті ақтамады. Дегенмен туған жерге кіндігімен байланған өрендер қайтып келіп елдің өсіп өркендеуіне атсалысып жүр. Дәл қазір 456 болашақ түлегі өңірлерде жұмыс істейді. 29 жоғарғы оқу орындарында дәріс береді. Үкімет пен ұлттық компанияларды жағалап жүргендер де, ғылым қуғандар да жетерлік. Бұйыртса қазақтың Нобельшілері болашақта осы болашақтықтардың арасынан шығып тағалар. Әуесбайдың қанаты болашақ түлектерімен сұхбат құрды. Оралға болашақ келді, немесе Оралдың болашағы. Батыс Қазақстанға батыста оқыған әкім орынбасары тағайындалғанда осылай десті жұртшылық. 34 жастағы Алтай Сейдірұлы биліктің биік дәліздерінің талай баспалдағынан өрледі. Мамандығы заңгер орынбасар, халықаралық құқыққа да қанық құлағдар. Бірыңғай экономикалық кеңістіктегі жайымыз дүниежүзілік сауда ұйымына дайындық, инвестиция тарту, инновациялық жобаларды өрлету. Батыстық облыстың байтағына үңілген болашақшы осы шаруаға білек сыбана кірісті қазір. Президенттің тапсырмасы бойынша ротациялау бағдарламасы жүріп жатыр. Мен ойымша бұл өте дұрыс бағдарлама, себебі орталықта жұмыс істеген тәжірибесі бар адамдарды сол тәжірибені жергілікті жерде қолдануға жіберу керек. Ол қазір жұмыс атқарылып жатыр. Жергілікті тәжірибесі барлар, бірақ орталықта істемеген азаматтарды орталыққа жіберіп, яғни тәжірибе алмасу бұл. Біз енді жас үлкен қазір тәжірибе жинаған мемлекеттік қызметшілер бар ғой. Сол тәжірибені ары қарай кейінгі буынға беру, мен ойлаймын, бұл өте маңызды. Себебі ол жас кадрларды дайындауымыз керек қой. Мына вот болашақтың сиырлары мындай. Болашақтың сиырларының бақташысы да болашақтан. Мақсұт Бақытжанұлы шенеуніктің жылы кабинетінен шаруашылықтағы ширақ қимылын артық көреді. Бұдан 4 жыл бұрын Англиядан оқу түгескен жігіт елге оралып, ауыл шаруашылықтың 40 жыл артта қалғанын аңғарады. Соған орай ауылда өркендетпекке бет алған мемлекеттің саясатында тамыршыдай тап басады. Елбасы саясаты арқасында қазір ауыл шаруашылығын дамып жатыр. Лондонда оқыған соң мен ауылға келемін деп шештім. Өткені бұл болашағы мол сала. Барлық болашақ бағдарламасының түлектерін ауылға келуге шақырамын. Жас келсе іске. Мақсат айқын. Мақсұт төркіні шотландиялық ангус тұқымын өрістетпекке бизнес жоспар құрады. Тегіс жерден инфрақұрылым тұрғызады, маңайдағы ауылдан 50 адамды жұмыс күші етеді. Әлеуметтік нысандарды қалпына келтіреді. Міне, көктем шығысымен сиырлар төлдей бастады. Мал басы қазір 300-ге дейін жуықтапты. Ауыл бойы тіршілік жанданғанына Зеңгі баба төліне дейін дән риза. Елге болса екен дейтін болашақтықтардың тағы бір өкілі Берік Досаев. Жері Құрқылтайдың ұясындай Швейцария, есесіне Еуропада инновациялық көшбасшы. Берік оқитын технология институтының ғаламдық білім рейтингінде орны тіптен ерек. Бірнеше ғасырлық тарихы бар қара шаңырақта заманында 21 нөбелшіңіз өз алдына әйгілі Эйнштейнде оқу түгесіпті. Білім ғылым мен тәжірибені шебер ұйымдастырған оқу орнынан тәлім алған Беріктің ұстанымы берік, арманы да асқақ. Егерде бір ірі компания өз өндірісінде түйіні тарқатылмаған түйткілге тап келсе, оны шешу үшін бірден оқу орнына жүгінеді. Ал оқу орны жұмы ғалымдар мен студенттерден құралған жұмыс тобын жасақтайды. Мұндағы жоғары білімнің ерекшелігі де сонда. Келешекте мен осындай жүйенің Қазақстанда да кеңінен енгізілгенін қалар едім. Соның нәтижесі ғой, қазір кез келген ғылыми ашылым жасалса, Еуропа ғалымдарына сілтеме жасалынады. Түптің түбінде мен қазақ ғалымдарына да көбірек сілтеме жасалғанын армандаймын. Президенттік болашақ стипендиясының аясы биылдан бастап кеңейіп отыр. Яки болашақтықтарды іріктеу ережесіне өзгеріс енді. Соның бірі тағылымдаманы шетелден өту. Оған сәйкес жұмыс өтілі
3 жылдан кем емес медицина қызметкерлері, инженерлер мен жоғары оқу орындары оқытушылары 1 жылға дейін кәсіби тағылым алмақ шет жұртта. Мақсатты бағдарламалық даярлау деген де бар. Ол бойынша ұстаздар оқытудың озық әдіс тәсілін үйреніп қайтпақ. Одан бөлек шетелге өз бетімен түскен таланттарға да мемлекеттік шәкіртақы тағайындалмақ. 2008 жылы ауыл жастарына арнайы квота тағайындалған болатын. Ол азаматтарымыз 2008 жылда оқуға аттанса, енді мына 2012 биылғы жылы солардың алғашқы түлектер қауымын күтудеміз. Яғни бұл азаматтардың міндеттері міндетті түрде өзі шыққан аймаққа барып, міндетті түрде міндетін 5 жыл еңбекпен өтеу қажет. Бірі шенеунік, бірі шаруашылықта, енді бірі шетелде. Болашақ бағдарламасы басталған 93 жылдан бері ел келешегін кемелетер үміт артарларымыздың бірнеше ұрпағы өсіп өнді. Бәріне бірдей министр болу мақсат емес, әкім болу арман емес. Болашақтықтар Астананың ақ жағалы шенеуніктері қатарын толтырғаны емес бізге керегі. Бізге керегі еліне еміреніп мемлекеттің болашағына берері. Бұл тіпті болашақтың сиырларына дейін айдай анық аксиома. Әуесбайдың қанаты, Ерденбек Жылқайдарұлы, Айқын Дәлел, Швейцария, Астана, Апта-Кизет.